Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әдеттегідей тағы бір күннің қалай өткенін бөліспекшімін. Бүгін кешке бізде қонақтар келеді үйге, соған менде дайындық. Адам саны онша көп болмағандықтан, бірінші менде бешбармақ болады, одан кейін ет жеп болғаннан кейін жеңілдеп шай жазамыз. Олай болса менімен бірге болыңыздар. Қанша дегенмен қазақпыз ғой, ет жақсы желінетін болғандықтан біраз сүрленген еттен салып жатырмын. Бірінші етімнің барлығын жуып алдым осылайынша, артық мусор пакеттерді тастадым. Одан кейін менде қазы былтыр өзімнің жасаған. Қазір осылайынша тесіп аламын бір рет, содан кейін қазы жарылмай жақсы пісетін болады. Екі жағынан осылай толықтай тесіп шығамын. Қазымды тесіп, енді осылайынша су толтырып, бешбармағымызды газға қойып қайнатамыз. Етіміздің бірінші көбігі шыққанша қазір еттің нанын самын. Бізде балалар дүкеннің нанын жақсы көреді, сондықтан менде жартылай қолдың наны, жартылай кәдімгі жайма болады. Ал енді ет піскенше мен қазір шайдың құралдарын барлығын дайындап, дастарханын шайға әзірлейтін боламын. Қонақтар аяқ астынан тез әзірлену керек болды, сондықтан да үйде не бар, сонымен жеңіл-желпі шай әзірлейміз. Барлығын осылайша кесіп, турап, әзірлеп салып аламын бірінші осы жерде, содан кейін қонақтар отыратын столға барлығын тасып жасай қоямын. Шай құралдар барлығы дайын. Енді қазір кәдімгі қарапайым президент салатын жасайтын боламын. Барлығын осылайша тез аршып, турап, 3 жерден салат жасадым. Енді барлығын осылайынша столға тасып, дастарханымызды жаятын боламыз. Мен барлығын шай құралдарды жасап болғанша етім де пісіп қалды. Қазір етімді түсіріп аламын бешбармағымнан. Одан кейін уже қонақтар да келеді.
тез жасаған дастархан осындай болып шықты. Сіздерге жақын жерден көрсетейін. Қазір бірінші ет жейміз бешбармақ, одан кейін шайға отыратын болады қонақтарымыз. Негізі кез келген жерде дастархан жазу оңай жинағаннан гөрі. Ал мынаның барлық қонақтарымыз кетті, риза болып жазған дастарханымызға. Енді қазір барлығының артын жинайтын боламын. Түнгі сағат 2 болып қалды. Мен де шаршап, тек ыдыстарымды жуып жата қалдым. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса мені қолдап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.